Сәлем достар, кешегі 2 литр сүттен бүгін табиғи таза, ешқандай қоспасыз, пайдалы йогурт жасайтын боламыз. Ол үшін бізге закваска қажет болады. Закваска таза, ешқандай қоспасыз болу керек. Таразына келтіріп аламыз. 1 литр сүтке 100 грамм йогурт қажет болады. Қатықты да осылай жасайсыз, сүтке тек қана бұл жерде қатық я қаймақ қоссаңыз болады. Тәтті болу үшін кішкене қант қосып жүрсеңіз болады. Мен бірақ ештеңе де қоспадым. Енді 8 сағат, бірақ мына жерде градусты 40 градус таңдаймыз, және де режим квашенияға қойып, түнге қалдырсаңыз болады, я болмаса күндіз 8 сағат бойы тұрады. Түнде жасасаңыз ыңғайлы, яғни түнде бір кнопканы басасыз, азанда сізге йогурт дайын болады. Шамамен 7-8 минуттан кейін термомикстің дауысы мүлде өшеді. Осылай дыбыссыз режимде дайындайды. Сегіз сағаттан кейін, ал көрейік не шыққанын, менде осылай шықты, қою, табиғи, натуральный йогурт. Таңғы астарға қоссаңыз болады. Тіске басар ретінде түстен кейін жеміс жидектермен қосып ішсеңіз, ағзаңызға өте пайдалы. Мен гранола қостым, лен, және де құлпынай мен киви салсаңыз, өстіп балалар демде ішіп қоятын болады. Келесі видеода термомикс көмегімен табиғи таза, пайдалы гранола жасап көрсетемін. Үйде жасаған йогурт әрқашанда тиімді, себебі пайдасынан бөлек ақша жағынан да тиімдірек. 2 литр сүттен 2 литр йогурт шығады. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі жүздескенше